Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі видеода қысқа дайындалатын шие компотының құрамы мен жасалу жолын бөлісетін боламын. Алдымен арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа видео шыққан кезде білетін боласыздар. Компотқа арналған банка мен қақпақтарды тазалап жуып, 10-15 минут булап аламыз. Әрбір 2 литрлік банкаға 400 грамм шиені салатын боламыз. Одан кейін жаңа қайнаған ыстық суымызды үстіне құйып, қақпағын жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Одан кейін осы суымызды төгіп тастаймыз, яғни енді екінші рет қайнататын боламыз. Сонда банкамыз атылып кетпей, жақсы сақталатын болады. Енді әрбір 2 литрлік банкаға 400 грамм шиеден салдық. Енді үстіне 250 грамм қантты қосамыз. Шие қышқыл жидек болғандықтан мен 250 грамм қостым. Егер де шиенің орнында сізде өрік болатын болса, онда 200 грамм қант жеткілікті болады. Әрқайсысына осылай 250 граммнан қантты салып шығатын боламыз. Үстіне екінші рет қайнатылған жаңағы суымызды қайтадан құятын боламыз. Артынша бірден қақпағын жауып отыру керек. Міне мен барлық банкаларға суын құйып, қақпағын жауып қойдым. Енді бекітетін боламыз. Арнайы жапқышты пайдаланамыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп банканы қойып алғаннан кейін мұқият жабатын боламыз. Банкаларымызды толықтай жауып бекітіп алғаннан кейін осылай тексеретін боламыз. Банкамызды осылай тексерген кезде қақпақтың айналасында ешқандай да судың қалдығы болмауы керек. Бұл дегеніміз банканың дұрыс және жақсы жабылғандығын көрсетеді. Түбінде қалған қанттарды төңкергенге дейін банканы осылай шайқап отырып, сумен араластырып жібереміз. Компотты жапқаннан кейін бірден ол қанық түс бермейді. Бастапқы кезде осылай ашық қызыл түсте болады, ал келесі күні ол өзінің қанық түсін беретін болады. Компоттарымыз әзірше ыстық, бетін жауып осылай қалыңдап қоямыз, толықтай суығанша қалдыратын боламыз. Міне компоттарымыз толықтай суыды, арада 1,5 күн өтті, қанық түсті, әдемі болып шықты. Қысқыға арналған компотымыз дайын. Осылай жасалған компоттың дәмі де түсі де өте қанық болып шығады. Жасап көріңіздер. Келесі видеода көріскенше.